Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Мен жалпы хейтқа көп мән бермейтін, бірақ бұл хейттарыңыз енді артық болып бара жатыр. Қырғыз бауырларым, жандарым ашен, чоң рахмат, байкелер, бауырларым. Мен жақсылықтарыңызды ұмытқан жоқпын. Ханзада кезде мені қалай қолдадыңыздар? Мен де сіздерді жақсы көремін, сыйлаймын. Әлі күнге дейін мен құрметін сіздерге орасан зор, жақсы, я вас люблю, братья кыргызы. Бірақ мынандай әңгіме бар. Біз Гала екеуміз сөйлессек, екеуміз ерегісіп қалсақ, біз оны шешіп алдық моментінде. Ол жерде бір ананың тақырыбында емес, мен просто қызбен қыз сөйлесіп отқаннан кейін ол араласпасын деген позицияны ғана ұстандым. Атак Назымның анасына Аллах шипа берсін. Бәріміз білеміз, қарап жүрміз, өзім де қолдауымды беріп жүрмін. Сол үшін өзімнің де анам ауырады. Олай артық айтып керек емес. Мен ана жайлы тақырыпқа сыздамай қойдым емес. Ана жайлы тақырыпқа қай-қайсымыз болса да сыздаймыз. Менің де анам бар. Білесіздер, қанша моменттер болды. Сол үшін олай істемейік, бауырлар. Мен сіздерді жақсы көремін, ұмытпадым жақсылықтарыңызды. Достар, қысқаша айта салайыншы, мен де қолдайтын қазақ қырғыз бауырларым бар, Аллаға шүкір. Мені моменте айтып жатыр, сенікі де дұрыс, осылай, біз сені жақсы көреміз, қолдаймыз деген сияқты. Рахмет қолдауларыңызға. Бірақ мынандай әңгімелер де бар. Біз сен өте нашар адам екенсің. Біз сен ханзадалықта қолдағанбыз, именно қырғыз бауырларымыз сөйтіп жазады. Сен жақсылықты ұмытып кеттің, анау. Жоқ, мен жақсылықтарыңызды ұмытқан жоқпын. Рахмет, чоң рахмат. Мен тағы да айтамын, бәріңізге рахмет. Просто в моменте мен өз пікірімді айттым. Ол жерде ананың тақырыбына емес, аналарымыз ауырмасын, әр ана бақытты болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Бірақ ол жерде менің позициям мынау ғой. Қызбен қыз сөйлесіп жатқан кезде ол араласпасын, болды. Мен басқа еш нәрсе деген жоқпын. Өзім де анам ауырады. Я маған жазып жатсыздар түрлі нәрселерді. Анаң ауырып қалсын, сен жолың болмай қалсын, бүйтіп қал, сөйтіп қал. Хорошо, рахмет. Ол да бір жағынан да. Бірақ мен де қолдап отқан қолдаушыларым бар деп ойлаймын. Мен де түсінетін, конкретно еркекше жүретін балалар да түсініп отыр деп ойлаймын. Ол сол үшін онда керек емес. А так әңгімені в лицо келіп айтсаңдар. Мегаға келіп алып, лифттің үстін көруге болады деп ойлап қарап тұр да. Жоқ, мынау. Танысың мынау? Надан бүйтіп лифт үстінен келе жатқан кезде лифттің үсті қандай болатынын көре аласың. Мысалы сен көп жерде көре алмайсың ба? Жоқ, мен деген андай таңғалатын нәрсеге таңғаламын да. Бұл деген лифттің үстіне таңғалып тұрған айтамын да. Екеуміз бағанадан соң таңғалып тұрып айтып келе жатқан едік қой. Бұл қызды таңғалдыру өте қиын екен. Лифттің үсті таңғалдырады. Тағы не таңғалдырады сені? Айтшы. Не таңғалдырады? Не таңғалдырады? Айт, не таңғалдырады? Түсін ба? Шоперіңіз құтты болсын, Прада. Қандай цвет әдемі. Өте әдемі болып тұрған. Бүгінгі күніміз өте сәтті өтті біздің. Құдайға шүкір, Аллаға мың қайтара шүкір деймін, иә? Иә, күшті болды. Бірақ арасында да бір нерв қатетін нәрселер де болды, бірақ қалайсыздар? Кешеден бері неге шықпадым, сторисқа дайындалдым. Кішкене волнением болды, бүгін өте қуаныштымын. Назым сөз салып, Назым қазір ар жақта, мен қазір сырласу бөлмесінде отырмын. Маған қолдаушылардан сыйлық келді. Ерекше арулардан, то есть дұрыс айттым ғой негізі, қолға жолдым. Үлкен рахмет сіздерге. Мінекей. Осындай бадар беріп жібереді да, Тима. Тима бауырым тұр қасында, міне ерекше арулардан. Бүгінгі ситуация білмеймін енді. Нормально ғой, короче. Кішкене настроение болмады, но нормально кез. Главное, қасымда Назым бар деймін. Гаухар ханым, сіз үшін сіздің редакторыңыздың үлесі қандай? Сізге? Үлесі сізге қарай. Мен үшін менің редакторым маған бір бағдар беріп отыратын. Жалпы бір қызық оқиға айтыңызшы, әйтпесе. Қызық бір оқиға болса, немесе бір ақылы. Көп жағдайда мен бір-екі рет қателесіп бір нәрсе істеп қалған кезім болды. Сол кезде редактор маған жазып, сіздің мына жеріңіз дұрыс емес қой, былай істемеңіз екінші деп айтқаны бар еді. Сол кезде өзім ойладым, мен өзім үлкенмін ғой, үлкен болып тұрып, маған кіші адам қалай бүйтіп айтып тұр деп дұрыс емес деген өзім. Негізі ол, мысалы, сіздің жасыңыз енді бәрімізден үлкен ғой, бірақ біз осы редакторлардың айтуын тыңдау сізге қиынға соққан жоқ па? Жоқ, қиынға соққан жоқ, өйткені білдім олардың опыты бар ғой, тәжірибесі бар осы салада. Сондықтан да мен олар. Қалыңыз қалай, Назым? жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Әдеттегідей өте әдемі болып тұрсыз. Сіздің редакторыңыз сізге деген үлесі қандай? Бұл жақта осылайға келгелі мен бұл жақта редакторым үлесі өте болды. Жақсы ашылдым мен. Әйтпесе қатты тұйықтау едім. Енді ашылып келе жатырмын. Өте үлесі көп деп айта аламын өзім редакторымның.
Мен айтайыншы, бұл Назым бізде енді бір тұйық, сондай тыныш қыз ғой. Бірақ бұл кісінің редакторы өте бір гиперактивный, сондай сөйлеп қалған, пысық редактор. Жалпы соған сәл ұқсасаңыз жаман болмайсыз. Маған да өте қатты ұнайды. Мен де шынымен ұқсасам, шынымен жақсы боламын деп ойлаймын. Бір оқиға бар ма есте қалған? Бір оқиға бар есте қаларлықтай. Мен жылап қалған болатын, ұрысып қалған болатынбыз, бірақ одан кейін барлығы. Қалыңыз қалай, Жанерке? Жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы. Жанерке, сіздің редакторыңыз сізге қандай бір ақылын, қандай жақсылығы тиеді сізге? Мен Есте қалған. Негізі көп неде бір-біріміз жақсы түсінеміз, арасында ұрысып алады, арасында бір советтерін айтады деген сияқты. Бірақ енді қазір мені сен үміткер кезде басқа едің, қазір басылып қалғансың деп сол нәрсені көп айтады да. Сол қайттан бір үміткер кездегі немді шығара алмай жүрменен. Оны біз де таппай қалдық, сол үміткер кездегі Жанеркені бейіп тұрып саусақпен былай сөйлейтін еді. Қайда ол қыз? Бірақ сізді ашуландырса аны солай шығып кетеді, е? Мен ашулансам андай, білмеймін, миым қатты секете ма, бірдеме. Солай.